Өзіңіз ойлаңыз. Кім кепіл болады Алла тағаланың сізге тиіспеуіне? Егер де сіз қаласаңыз, қиямет күні Алла тағаланың сізге тиіспеуіне, онда сіз бұл дүниеде ешкімге тиіспеңіз. Солай. Ешкімге, мынауың немене, анауың нетіп басаш, мынауың сөйтіп басаш дегенде андай көбінесе өзі ұрысқақтық өмір өзі сол ғой. Егер де қиямет күні Алла тағала маған тиіспесе екен десеңіз, ешкімге тиісе бермеңіз. Қашан біз тиісеміз, құрметті жамағат? Тиіскенде бір жаман адам болып тиіспейміз біз кейде. Біз правильный адам болып тиісеміз. Өте правильный болмаңыз. Өте правильный өзіңіз үшін болыңыз да. Бірақ біреу үшін болмаңыз. Мысалы, бүгін бір ораза ұстасаң, неге ұстамайсың деп айтпаң, қатты мазалай берме адамға. Өйткені өзіңдікін Алла үшін ұстамаған сияқты жібересің. Алла үшін құнды істеп атқан құлшылығыңды